О! Добрый вечер, мистер. Можно Ага. мне, пожалуйста, по списку все? Добрый вечер, Матвей. Мынау прям андай Шымкенттегі хрущевкаларға ұқсайды ғой ше. Сұмдық. Шымкентте осындай үйлерде тұрған ғой мен чат, прикиньте. Мә ондай епті кедік. Опа. Бұл өмір қиын болып кетті ғой әкесін. Көрсетсі я, бам берсін да маған. Ойбай. Мә онда. Бам. Сұмдық. Ескі письменный стол дейді. Мынау не? Картина қызбен дейді. Сұмдық. Мен кішкентай кезімде дейді. Бұл суретті мама сызған деп ойлайтын едім дейді. Бұл әшейін знаменитый картина екен, сосын білсем дейді. Мынау не? Коробка из-под телека. Бәрінде коробка осылай жата ма чат? Реально. Барлықтарында вроде бы там 82 жылы бір нені аласың да, телевизорда. И бір бұрышта осылай жатады ғой, сұмдық прям. Нит. Мынандай вентилятор Алтай дейді. Алсаң керек болса. Күшті. Не? Мен сендерге айтайын ба, мен почти что тура осындай квартирада өмір сүргем. Асылбек, мен там, Аблай, 4 бала осындай жерде өмір сүргеміз. Если что. Прям с кайфом. Мына тура сондай вайп, ё-моё. Шымкентте, хрущевка, на комнаталарды қарсаңдар, сұмдық прям. Менің кресло-кроватьым дейді. Бұл кресло-кроватьтың барлығын мама бізге ескі дивандарға, сменаға сатып алып берген дейді. 2 ойыншық собачка тұр. Жаңа письменный стол. Бұл столды мама сатып берді. Барлығын мама сатып берген екен де, чисто. Көп жер алмайды дейді. Компьютер қойып қоюға болады дейді үстіне. Прикиньте. Холодильник. Мен кішкентай кезімде мама осы холодильникті сатып алған. И бұл кезде маған как будто бы холодильник биіктеу көрінді. Бірақ как будто бы қазір өсіп кеткен сияқтымын дейді. Окей. Мынау. Жоқ, вроде бы Россия, да, чат. Мынау слишком таныс вайб емес па? Мынау сұмдық таныс Пепе дейді. Прикиньте. Сұмдық емес па прям? Тура осындайда өмір сүрген ғой менше. Әкесінің ауы. Прям ондай не болатыр? Сұмдық. Встроенный шкафтар. Әкеміз бізбен бірге болған кезде атам екеуі осы жердегі мебелдің барлығын жинаған. Ол кезде ол кісілер барлық нәрсені істей алатын еді дейді. Мә онда. Нан қарандар. Мұнандай ностальгияға қалайсыңдар. Қоя тұр шайды. Сұмдық емес па? Қандай қазақтардың вайбы? Не канон. Нан іші сап-сары болу керек еді ғой. Прям на жерден, прям былайнан битіп қалған сұмдық сары болу керек еді ғой. Битіп, прям ше. И ешкім ұндай тазылақсы келмейтіндей болу керек еді ғой. Прям алдына бар, блин, қайттан отырам бос жерге, сұмдық. Не болып кетті? Әкесінің алы кен ғой дейді. Да? Әйтеуір, прям нет. Но реально мен тұрған кухня ғой. Сұмдық. Қайнай тұрсыншы кішкене. Есінде жоқ дейді. Осы аптада мына гүлге су құйдым ба? Есі шо тағы бір су құя салайын дейді. Қайнаған су құймайды шығармыз? Мә онда. Так, кофе. Жандағы спичканы қарасаңдар, сұмдық. Бой. Базары нет. Мә онда. Не, вайб 10 из 10 прям. Қарасаңдар, таңғы 6. Ескі квартира. Кофеңді қайнатып алдың. С кайфом чисто отсын. Кухняда телефонды аштың.
Тикток бар ма? Тикток. Нейді? Дружба дейді. Пикпок дейді. Бізде тикток жоқ, бізде пикпок бар чат. Керек бет сол? Телевизор сатам дейді. Бағасы 500 рубль. Аласыңдар ма чат? Бар ма араларыңда? Так. На этом пока все. Болды. Понял. Не, нормально. Ой. Пикпокты бір қарап алдық та. Ладно, пора топать понемногу. Да, болмас жұмысқа бегейді прям. Google история тексер дейді, хумандар. Мына спичкеге ырза болдым, бірақ сұмдық. Қалай деймін да, әшейін бір спичка жесткий вайп бере салады ғой, сұмдық прям. Біз уже шаршадық, андай Америка. Жоқ, мынау прям хрущевкаге жатпайды ғой, неше этаж мынау? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 этаж нейді? Как будто бы слишком... Мен 5 этажда тұрғам. Бізде даже лифт те жоқ еді. Чисто жаяу шығатын едік қой. 5 этажға дейін шаршап прям, мәнді қолғап. Не, я пішол. Онда подъезд. Сұмдық. Базары нейді. Бірақ біздің подъезд кішкентай ақ еді, типа. Долгты қайтарып бер дейді. Папа, сен ішпеймін деп уәде бергенің дейді. Уәде бергенің. Так, ештеңеден қорықпа дейді. Абайлаңдар, бұл жерде адамдар тұрады дейді. Сұмдық прям. Мен сені жақсы көрмеймін дейді. Өмір екен ғой. Шошқалар дейді. Сен плюс мен нифига дейді. Біз Марсқа ұшамыз дейді. Сұмдық! Хабар нихтінг. Мәуінді. Опа! Дайынсыңдар ма? Ойпай! Не, мынау кәдімгі двор ғой мынау, кәдімгі андай двор ғой мынау кәдімгі. Нет? Прям сұмдық емес па мынау? Мына жерде, короче, біз андай жаман районда тұрдық та, чат, балдармен. Енді, быт районда тұрдық та, ше. Осылай түсетін едік та. Мына жерде біреулер перісіп ататын еді ғой, ше. Отвечаю. Прям. Ана қыз перісіп атып қалайсың дейтін еді бізге. Жұмысыңа сәттілік деп жаңағы, ше. Самалейкум деп. Так, осы жерде көп Нина Ивановна отыратын, Андрейдің әжесі. Біз омен сыртта жүрген кезде бізге қарап тұратын осы скамейкіден дейді. Жаска. Не, нормально. Вроде бы. Сұмдық. Есіңе түсіп отыра ма дейді, я? Бізде бәрі бір етші, андай. Мен жалауыт сеткенім емес, бірақ инелер жататын еді, резинкелер жататын еді, прям ше. Пофиг еді ғой, бәрі бір район еді ғой, ана жерде. Дәл сол жерде мен тоңқайтып кетсе де ешкім ештеңе демейтін еді ғой, ше, сұмдық прям. Но может быть соның барлығы вайп қосады шығар, не знаю, как будто бы. Но бір, айбай, прям иті шығып кеткен үй ғой, қарсыңдар. Сұмдық прям. Мәуінді. Қазір ғой өздерінше андай ЖК-ларда тұрады ғой, типа, бізде 21 этаждық ЖК, вообще-то, біздің подъездер керемет. Міне, нағыз вайп. Сұмдық емая. Міне нағыз вайп. Мынау кімнің көшесі мынау? Реально. По-любому мынау Шымкенттің бір Байтұрсынова деген бір жер ғой, мынау ше 100. Сұмдық. О, мына жерде көретін нәрсе бар.
17-ші жылы немесе 18-ші жылы дейді. Бір несе новостной пост көріп ем дейді. Адамдарды өлтіріп шпиғылдап тастады деген. Өмір екен ғой. Как будто бы любой қалада бір известный маньяк бар дейді. О! Не машне. Сұмдық машне. Но менікі ма? Мен осы жерде жұмыс істеймін ба? Бұлай ұрасындар тук дейді. Өтініш. Жоқ нәрсені әкеп беремейін дейді. Болды. Сұмдық. Ехала. Бам. Свет болса, керемет болып кететін еді прям. Нет? Ай, ну что за срач-то опять? Бой. Сұмдық. Так, но не. Оставить, бросить. В смысле? Прибраться деген осы ма? Мә онда. Может, сап көрерміз? Кәне? Эй! Онша емес? Next. О, вот и работяги. Кім? Біреу келді ма? Здравствуйте. Саламатсыз ба? Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас пельмени есть? Сейчас посмотрю. Ну, слишком шынайы емес па? Брат. Hello. Пельмень. Холодильникте шығар 100%. Жоқ, морозильникте болу керек қой вообще. Пельмень. Міне. Бар пельмень. Пожалуйста. Так, еще хлеба надо. Аха. И тушенки, банку. Нан и тушенка. Окей, нан и тушенка. Молоко. Нан. Жайшы спиннер тұр мына жерде. Тушенка қайда? Мынау кофе. Мынау я тушенка мен. А дайте еще печенье шоколадного. Қандай шоколад берем мен саған? Чат, шоколад көріппісіңдер ма? Вот. Мынау ма? Не шоколад бұл? Сладкий рулет. Меркурия дейді. Пофиге. Нет, бұл емес қо. Тұр ғой дейді. Мынау ма? Жо, бұл рулет қо бұл. Пофиге. Мынау ма? Болды. Спасибо. Жақсы. Слушайте, Так, муки еще надо. Болды. Смелхан өлет. Главное, қашып кетпесеңіз болды, көге. Реально. Бәріне сен қалтаңызға сабап, сибақтың болып қалып, мен жерде лашпет болып қалып, чисто. Қай жерде болу мүмкін? Көріп тұрған жоқпын, реально. Көзім болып тұр прям. Спортқа жақта. Вот. Блин. Сколько получилось? 5000 теңге. 899. Ну, примерно. О, не. дайте еще жвачку по рублю. Болды. Да, конечно. Без проблем. Типа маған 900 бере салайын деп жатсыз ба? Молодец. Жвачканы қақтым табыл. Мен примерно жақын жерде болады шығар. Вот Дентос. Брателлос. Мә. Жақсы. Вот, порубите. Не, қанша бердің? Так, бұл маған 1000 берді, мен бұған 100 рублес қайтарам. Я? Не, балынбайды. Мынаны алам, мынаны берем. Жақсы. Пока.
Спасибо. Всего сау болыңыз. Жасқы. Не, керемет, нет? Надо еще пол убрать. Пол убрать. Қайғы убрать қыламыз бұны? Қайтып убрать? Не, а? Может, жай-жайына қойып шығу керек демеші? Пожалуйста, please. Молоко. Эй, ёптығыдық. Молоко. Мынау не? Молоко. Мынау да молоко. Дентос. Мынау меркурий деген мына жақтікі. Кола. Қайда қоям коланы? Кола мында. Сұмдық. Мынау шоколады. Мынау да печенье. Мынау темекі. Вроде бы нет. Осыған бола қайтадан не істейді бақа? Әкесінің ауы бан алады. Бұны қай жер қоям мен? Нет, стой. Брат. Міне. Таптым. Не, әр зат, әр жақта ема. Болды ғой, вроде бы тазладым ғой, нет? Морозильник, холодильник, на жақта сүт, 2 колбаса, сыр, астында баночный кола. Не. Вроде бы бәрі керемет. Нет? Чито я не убрал. Тапочка тұр на жақта, столик и музыка. Кәне? Мұнаны сыпыру жаман қиын ғой. Мынау кәдімгі пазл ғой, чат. Қуасыңдар ма сендер? Мынаны мына жаққа. Мынаны мына жаққа. Көбейіп кетті. Бұлай. Мынаны астына. Мынаны да астына ап келеміз. Ортаға жинайында, ортаға. Нет, мына жақ толып қалды. Так, төбеге. Мынаны мына бетке. Сұмдық. Оп. Бір линияға жинаймыз бәрін. Оп. Бам. Бұлай. Ёптығыдық. Аха. Мәонда. Оп. Болды. Гений. Музыка, Вот please. Антоху за такое пора штрафовать уже начать. В смысле? Қандай Антоха? Алло? Добрый вечер, мистер. Можно мне, пожалуйста, по списку все? Добрый вечер. Давай. Қандай мистер емая? Хлеб, чай, рулетка чай. Жаттап аламадың ба осыны? Сұмдық емая. Айтсай, бұшақ нәрсе ғой. Хлеб, чай, рулетка чай. Сұмдық. Список жазып келген не снау? Так, хлеб, чай и рулет. Окей. Наха. Мамасы жазып берген ғой 100%, ше. Сен айуан заттай амайсың. Қазір басқа нәрсе келесің. Так, рулет к чаю. Сладкий рулет, окей. Чай қандай чай берем мен бұған? Родной. На жақта нет. Сахар. Чай көріп тұрсыңдар ма өзі? Мен өз магазинімді өзім білмеймін ше, сұмдық. Но чай емес никак. Сладкий рулет. Тоқтай тұрыңдар, чайдың сүйрет тұрады екен. Міне. Понял. Жақсы. Братишке. Держи. Ал, айван. А можно мне еще с вот Мынау. вот этих денег пачку сухариков и маленький сок? Угу. Өзің жинап жүрсің ғой, бөлек. Так. Айван.
Смотри, сока маленького пока нет. Так. Могу тебе банку колы из холодильника достать. Будешь? А сколько она стоит? Ну, 200. 64. А, 64. Давайте. Болды. По-любому мектепке баратын ақшаларын бір шетке жинап, прям сөйтіп не қылып жүр ғой бұл. Ей, сәл пәл түсіп қалды енді. Так, мынаған капитан Хрум дейді. Қақта ол? Сұмдық. Гол. Жатта болу керек еді, ненің қай жақта екенін. Спасибо, мистер. Доброй ночи. Қандай Давай, мистер емі, мистер. Әкесінің ау, мистер Пропер емі. Ну, мен сейтін тірлігім қалмады. И отырып тикток шықлаймыз, не? Пикпок. Отырып пикпок шықлаймыз. Вроде ба. Не істеймін басқа мен? Опа. Алло? Добрый вечер, Матвей. А? Добрый вечер, Семен Петрович. Қалайсыз? Дай Орыс тілі қай? шоколадку, Так? чтобы повкуснее была, Ага. но то горькую, Ага. шпротиков в масле и коньячку пузырек. Болды. Смелхан Сейчас әлет. сделаем. Смелхан әлет. Болды. По-любому орыс тілден сабақ береді. 100%. Так. Шпрот. Сұмдық. Шпрот. Бұл айван ішейін деп атыр ғой, 100%. Мынау? Или бұл емес па? Душа севера, нет? Или осы ма? Вообще ұқсамайды ғой анау. Вот мынау. Мен шатасып атырмын чат. И мынау шоколадка, чтоб не горькую дейді. Мынаған ұқсамайды. Может, Мишка? Нет, не Мишка. Шоколаде. Вот. Ну вы и намиксовали. Сұмдық. Что сделал-то? Набор у вас, говорю, интересный получился. Аха. Ага, у нас же твою старуху иногда побалуешь, а то ведь заскучаем здесь совсем. Болды. Ну да. Ақшаны берсеңіз. Тоже здесь скучаешь-то? Всю ночь сидеть. Не, пикпок Да не көремін особо, мен. Семен Петрович. Нахожу чем заняться. Иә. То порисую, то музыку послушаю, то телек посмотрю. Аха. Ну, хотя, знаете, бывает, конечно, чего греха таить. О! А дед твой здесь совсем не скучал. Никогда. Бәрекелді. мы с этим помогали тоже. У нас, знаешь, были такие Ага. как это? Ну, Пазл. карточки такие вот. Я тебе принесу, если найду. Хорошо. Жақсы. Болды. Без проблемation. Ну, только сколько там с меня получается-то? Опа. 393. Come on now. Сұмдық. Прям ақшасын не қылды ғой, сыпырды ғой. Көкем. О, щас. Так, аспаңыз көке. Жастар күтеді, ештеңе етпейді, окей? Вот. Угу. Так, маған берді... Мен 7 рубль қайтарам, дұрыс па? Бам, жақсы. Жақсы, хабар не дейсіз? Ну ладно, я пошел. До свидания. Я поищу, найду, Болды. принесу. Спасибо. Пока. Ане хабарғанда атама сәлем айтасыз. Доброй ночи, Семен Петрович. Жақсы. Здрасте. Саламат. Здрасте. Пачка унисона, Ага, Дентас и ага. водичку еще 0,5. Угу. No problem. Так, ну, 0,5 водички, я. Дентас сағыз.
Мынау не? Кола ғой, қандай кола? Кола менде. Вообще-то. Жақсы. По карте. А, карта? No problem. 363. Мақұл. Болды. 1 рубль алып қалам ба деген ғой, кішкене. Мгм. Шиқылдап кетті ғой, адам позорын шығарып, ема. Сұмдық. Магазин ашу болмайды вообще. По сути. Бәрін банкрот қылам мен жад. Алло? Хлеба, молока и сигареты Малабур. Болды, без проблем үшін. У вас что, ребенок родился? Не жұмысың бар дейді. Очень смешно. Опа. Ерегіс. Болмаса кіріңіз жаққа. Так, молоко дейді, а? Вроде бы. Бізде молоколар сәл өз брейкданс билейтіні бар, кішкене. Мынау темекі вроде бы. Малбор и нан. Жаска. Так. Ақшаңыз дайындап тұрмайсыз ба, көке? А, карта. 468. Болды. Жақсы. Неменеге тік қарап тұр, мұны ерегізетін адам сияқты. Сұмдық емайы. Аша кесің ау есікті. Сыпырт тастайын мына жерді. Прям жестко қарады ғой, сұмдық жестко. Төбелесейін деп тұрған сияқты, как будто бы нет. Мен простой магазинде отқан адаммын ғой. Мен ешкімге ешқандай нем жоқ, бір әзілдеп қаппын. Так, ну сейчас уже вряд ли кто-то придет. Так. Можно и поспать. Болды. Мынандай жерде білесіңдер ме, ұқтаған қандай кайф? Білесіңдер ме? Причем біреу тоқылдатып тұрғызады ғой ше. Прям шошы боянасың ғой, сұмдық емая. Оп. Жаты. О. Хабар нихтук. Давайте. Қайырлы түн барлықтарыңа чат. Спать. Әне айттым ғой, 100%. Ау, қазір. Кәз. Сұмдық. Сағат неше, кәз көрем? Сағат. Таңғы 7? Ау. Что вы спите? 7 утра. В Стики смысле? есть? Стиков нет. Жоқ. Нахуя ждала? Кімнің мамасы мынау? Так, Ашулы. Поспать уже явно не выйдет. Что там хоть по телеку? Таңертең 7-те тұрғызып жегізіп кетті ғой мынау, ё-моё. Сұмдық. По телевизору. Здравствуйте. В Ага. эфире «Утренняя линия». В студии с вами Дарья Синицына. Так. В сети набирает популярность новая финансовая пирамида «Денежный бобер». Ага. Приложение уже охватило миллионы пользователей, и их количество продолжает расти. Одни называют его МММ 2.0, другие считают его структуру инновационной и беспрецедентной с точки зрения быстрого роста. Сұмдық. Финансовые эксперты ИР настоятельно рекомендуют не участвовать в подобных проектах. Базар нет. Приложение «Бобер» скорее является азартной игрой, нежели полноправной финансовой структурой. Министерство транспортной безопасности сообщает об аномальном росте числа дорожно-транспортных происшествий. Сұмдық. По заявлениям экспертов, все больше водителей отвлекаются за рулем на мобильное устройство, что неизбежно приводит к росту количества аварий.
По данным Ага. ведомства, за ноябрь количество подобных инцидентов увеличилось на 28%, что почти вдвое превышает средние сезонные показатели. Базаранит. Сотрудники министерства призывают водителей оставаться внимательными и не пользоваться мобильными устройствами во время движения. Мынандай жаңалықтан кейін ішіп кетесің ғой, емай, кәне. Посвященный памяти Прасковьи Ивановны Строгановой. Главные картины советского кинематографа предрекали будущее любимой актрисы и подражали ее прошлому. Ага. Так 6-летняя Проша покорила Москву, а в 20 стала лицом и сердцем целой эпохи. Смотрите Сундук. фильм о главной актрисе Советского Союза сегодня вечером на главном канале. Күшті. Болды, баратырым. О, О! доброе утро, уважаемый. Ішіп тұрмыз ба не? Все в порядке? Нормально. Мгм, здравствуйте. Ну так это, как жизнь? Әдемі. Да нормально все. Вы брать что будете? А, ну понятно. Водочки мне можно? И Ну. хлебушка ржаного недорогого. О, 300 рублей у меня бюджет. О, ондай болса, мощный водка берем ғой мен, сұмдық. А чё, сразу сдача берем ба мен? Болды, жақсы. Хабарласыңыз. Не, сіз маған ренжімеңіз. Просто таңертең, мен жесткий ұйықтап атпаймын ба? Таңертең бір айуан, прям жесткий біреудің мамасы кеп тоқылдатады да, стикке бар ма дейді. Жоқ десем, пошел нафиг деп кетті ғой. Зачем я задала деп прям. Сұмдық емай. Мен кінәлім ба? Менде жоқ екеніне? Вообще. Неге қойылмады? Пошнадан. А вот. Так, сізге сосын арақ керек, а? Хабар не етесіз? Ас болсын. Чисто. Спасибо, товарищ. А что в новостях-то было? Ой, Да, қырылып Ничего прям. особого там. Авария опять, бобер этот. Ну и Ага. Прасковья умерла. Слышали Строганова? Фильм А. сняли. Ага. И небось там расскажут, какая она распрекрасливая, талантная, да? Ну, Ай, пакость это все. Сундук, Паразитизм. Да ну. они еще при живой нее некролог сняли. Да? Чтоб когда человек того, ну вот самыми первыми в эфир пустить. Ага. Я. Ой. Да, фильм они про нее сняли. Ага. За день, да? Ага. Заранее. Дұрыс. Только пить здесь, пожалуйста, не надо. Это ларек. Ну, Понятно. Тебе не интересно? нет. Мне интересно. Но только пить здесь нельзя. Аяға барып ішіңіз, көке. Пожалуйста. Ладно. Всего доброго. Всего Сау бол. доброго. Нанда кеттің бе әйтеуір? Мынау ше по-любому қазір нан мен арақты ұрайын деп тұр ғой, сұмдық. Закускаға адам нан жей ма? Денің салма сенің? Құдаша. Нақ емай. Не істейміз енді? Опа. Добрый вечер. Сау болсын. Мент вишневый. Эй. Добрый вечер. Одну пачку. А неправильно. Надо отвечать «Доброе утро». У нас утро. Имя и фамилию. Опа! Зоренко Матвей Сергеевич. Аха. Зоренко. Сын Геннадия Михайловича, которого ларек был внук. Внук. Сондай. Понятно. Хороший был мужик. Дай одну пачку. Мента же? Угу. Так, синяя или красная? Нұрболат, Жанболат, Ерболат, виш қақта? Мә онда. Красный. Так, отчество. Сергей. Я. Проживаешь по тому же адресу? Я. Кирова 49. А вам зачем? Понятно. Я Андрей Остапович Вилкин, ваш Так. участковый. У тебя будет 5000 одной купюрой? Сейчас посмотрю. Угу. А чё мен саған ақша берім керек емайы? Не то 5000. Мен жаңа бер сонда 60 рубль андай қаватым да, сен менен кеп 5000 алып кетесің ба? Урод қой мынау. Ну, есть одна. Давай. Не үшін? Спасибо.
Сигареты забыл? Эу, мынау болмайды го. Ладно. Ага. Ты вот крупные купюры чем проверяешь? А көзбен Так проверяю. же. На глаз? Ну, Ага. не годится, надо детектор ставить. У нас тут фальшивый монетчик завелся. Ты вот пока запоминай, кто тебе такие пятерки дает. Ну и вообще проверяй их где-нибудь. Болды. Ну ты, конечно, доверчивый. Дай еще косичку. Зефирную, да? Да. Сонда маған кеп полиция 5000 бер дейді да. И берсем, вот ты доверчивый емей. Не істеуім керек мен? Не, бетіңе түкіріп пошел нафиг деу керек пен мана жерде? Сұмдық емей. Полицайсың ғой сен. Не бер деді өзі маған, тоқтайтыңдар өтсе. Қақта? Көтеріңіз көгі. Қай жерде чат көріп тұрсыңдар ма, реально? Вообще прям... А, вот! Вот. Болды, понял. Мә, жақсы. В смысле доверчивый? Вы пошутили? Про фальшивого монетчика не пошутил. Сколько? 308. С сигаретами? Я. Не, 5000 қайтарып берді чат, нормально вроде бы. 308. Бам! Хабар нехтінг. Нельзя так, Матвей Сергеевич. В смысле? Безответственно относиться к деньгам. Маху. Окей. Всего доброго. Будьте внимательны. Маху. Жарайды. Сұмдық еме. Қайт тексереміз енді. Шертіп көрем, светке көрем. Қайтып көрем басқа. Қайт тексереді өзі ақшаны. Фальшивкеге. Сұмдық еме. Вообще-то. Кола дейді. Байкал кола. Оппо, ана. Біздің нелер сияқты ғой мынау, примерно. Нет аты. Бізде бар еді ғой, Қайрат Нұртас реклама жасайтын. Аты нет? Нет чат. Сұмдық. Салам кола. Пофиг, қоя салаты атын ше, сұмдық прям. Все. Вау, да? 8-ден 44. Мен, получается, ночноймын. Мен только түнде тұрам, чат, прикиньте. Бам. Опа. Жақсы онда. Мәс саған не деген вайб. В смысле продолжение следует? Эу, блин! Нет, ну ё-моё. Ну блин, ну ё-моё. Короче, новый ойын, чат, новый ойын, сдачи жоқ деген ойын. Вот. Күтеміз ба? Шыққанын